Қазақпыз біз, сан ғасырлық тарихы бар басында, туған жерін жаудан қорғап қарсы келген жасынға қас батырлар өз кезінде қасық қанын аямай қалдырмаған жау қолында, тауын, көлін, тасында батырларын қорғай білген туған жер, бабаларын төгіп кеткен ашық тер, өркендеу туған тілге қатысты тілім менің мәңгі бақи жасай береді. Қазақ тілі бай тіл, оралымды, ырғақты, теңеу бейнелері еркек туған тіл дейді тіл майталманы, көркем тілінің сөздері Ғабит Мүсірепов. Тіл адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруы дейді қазақ тілінің атасы, әдебиет зерттеушісі Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілі халық болып жасалғаннан бергі жан дүниесінің айнасы. Өсіп-өніп, түріне беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі Жүсіпбек Аймауытов. Тіл әр ұлттың ең ұлы анасы. Мұхтар Шаханов. Ана тілін сезбеген бала, ана сүтін татпаған жетімге деп Сәбит Нұрманов. Түркі тілінің ішіндегі ең гауһары да жауһары қазақ тілі. Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ең бірінші бақыттым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Мұқағали Мақатаев. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ. Расул Дамзат. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, 7 және 11 ақпан аралығында өтетін рухани құндылық асыл сөзде атты қазақ тілі апталығы өтетінін хабарлаймыз. Апталыққа белсене ат салысайық.